Барлықтарына сәлем достар. Бүгін сіздермен бір қызықты видео түсіргім, қызықты және де аянышты видео түсіргім келіп тұр. Себебі мен көріп тұрғаныңыздай көзім ісіп қара болып тұр. Себебі мені бүгін менің отбасымда бәрі игнор ұстап жүр. Білмеймін неге екенін. Даже видеода түсіріп жүрген жоқ, маған игнор ұстап, мені тыңдамай сөйтіп жүр. Даже сіңлім тыңдамай жүр. Сондықтан да маған прям өте аянышты болып жатыр. Міне қараңыздар, мысалға Раяна, ана жақта су барып келші. Әкелмеймін. Сен вообще болмас маған. Мысалы қараңыздар, Мұхаммед маған вообще сөйлемейді. Бүкіл маған игнор жасап жүр достар. Раяна, маған достар, көрдіңіздер ме, маған игнор жасап, мен вообще маған өмір сүргім кетпеді. Ешқайсысы маған сөйлемейді вообще. Үйге барып, қазір көрсетемін сіздерге, даже дәлелдеп берем. Аружанға барам. Аружанға бір бәлелік қылсам сөйлемейді да, просто аузын жауып тұрады. Осылар жоқ болып кетсе ғой, бүкілі мені тыңдамайды да, маған қалағанын істемейді да. Соған кетпек жүрсем, Раяна соға кетпелмейді. Аружан болса бір бәлелік қылсам кетіп қалады, бір-біріне сөйлейді. Мені маған игнор ұстай береді. Осылар жоқ болып кетсе ғой. Уже бір сағат кетті ғой, орталарда. Маған сөйлейді, барып көріп келейінші. Раяна, Мұхаммед, Аружан. Ей, Мұхаммед. Мұхаммед. Достар, телевизорды қосып қалдырып кеткен ғой. Мыналар қайда бәрі? Раяна, Мұхаммед. Мұхаммед, қайдасыңдар? Мен айтқан тілегімді орындаған жоқ бекен. Достар, мен естеріңізге ұйықтардың алдында ұйқым келіп тұрды, мен жылап, осылар жоқ болып кетсе екен, мен күшті болатын едім, мен бәрі тыңдайтын еді, үйде жалғыз қалып қалағанын істеймін деп едім ғой. Мыналар жоқ қой, не істеймін, достар? Достар, Мұхаммед велик айтып жүреді ғой. Достар, мен не істеймін, оларды қалай табам? Достар, қараңыздар, прям пустота, бүкіл жерде түк дауыс шықпайды. Достар, маман қайдан табам мен? Мұхаммед, Раяна, Аружан. Достар, тапшанда да жоқ қой. Аружан! Аружан! Мияқта да жоқ. Ой! Достар, мияқта да жоқ. Тек мысық қана бар. Достар! Достар, жаңағы мен біреу Аружанды машина тағалап сөйтіп жүрмін десем, оказывается, ол мысық екен жай ғана. Мен мысықпен ғана жалғыз қалдым, үйде ешкім жоқ. Мен прям ашуым шығып жатыр. Өйткені бекер айтып қойын деп жатырмын, себебі білесіздер, прям таппай жатырмын. Ешқайсысын еш жерде жоқ. Мен бір сағат өтті таппай жүргеніме. Достар, короче, бізді бір сағат бұрын ағарке кухняда отырған кезде бізді жоқ болып кетсін бір күнге деп тілеген екен. И мен соны естіп қалдым да, ағарке осы сөзді айтпау үшін бір күн, короче, сабақ болу үшін біз, короче, одан тығылып жүрміз. И ол бізді дәл қазір іздеп жатыр. Раяна екеуміз ағаркеге сабақ болсын деп тығылып қалдық. Бағана негізі времянкеге келген болатын, ол бізді көрмей қалды. Я, бірақ көңілге шын ұсқаған сияқты. Мына жақта столға Раяна мен Мұхаммед тағып отыр. Мен мына жақта тұрмын. Қазір көрсетейін. Бәрі көріп қойған жоқ па? Біз білдік бет сұрып жатыр, ағаркен қаттандай қалған. Біз бағып тұрған жоқ. Ағаркен кетіп жатыр.
әлде не қылмаймыз, хотя осылап андай қатсалап бармаймыз, тағы да біраз уақыт боламыз, сабақ болсын деп. Иә. Мына жақта көшеде біреу сөйлеп жатыр. Достар, мен арда әлі іздеп жүрмін, білмеймін, таппай жатырмын әлі. Білмеймін, көшеде бәрі бүкіл бар. Мен ойлаған бүкіл жоқ, бүкіл менен басқа деп. Бірақ та, оказывается, бүкілі бар, только мен отбасымдағы адамдар ғана жоқ. Мен прям жылағым келіп жатыр, мен айтқан сөзіме өкініп жатырмын. Сіздер де мен сияқты айтпаңыздаршы, өтінемін. Білмеймін, мен прям қорқып тұрмын. Достар, мен прям өкініп жатырмын айтқанға, себебі мен сияқты вообще айтпаңыздар, достар, себебі өте жаман нәрсе. Мен айтқаныма өкініп жатырмын. Қараңыздар, көшеде балдардың дауысы естіліп жатыр. Мен өз інімді, сіңілімнің сондай дауысын естігім келеді. Достар, қараңыздар, қаңырақ, прям еш нәрсе жоқ. Алма жем келіп тұр. Райана, короче, біз Ақеркеге баратын болдық. Естіған жоқ дейді. Біз, короче, Өрненкіден шықты, енді Ақерке жаққа қарай барамыз. Ақерке есіктен қарай кетіп қалды. Ақерке қалды өтісіп кетті, барағы шеттен чересчур болып кетті, короче. Енді қазір Ақерке артынан барамыз да қорықпамыз. Бағанада бері тығылып жүрмін, бір түрлі мен өзім өйтіп істеп көрмеген, мен қатты көңілсіз кетті, өзіңізді жалыныз ашып кетті. Қандай сезімде болды? Бірақ өзі де өзі заслуживать етті ғой. Андай қылып бізді бір күн жоқ болсын деп. Иногда біз ұрыс қаламыз да сондай сондай болады. Biz geldik. Сендер маған пранк жасадыңдар ма не? Короче, өзің кухняда айтқан сөзіңді естіп, сөйтіп біз пранк жасаймыз деп шештік. Мен сендердің анау фильм бар ғой, жан ждабот, мен сол сияқты шынымен де шын ба не деп сендер шынымен жоғалып кетті ма десем, сендерді сағынам келеді. Сен сабағасың деп, короче, осылай. Мен олай істемейтін шығарсың деп ойлаймын. Достар, сіздерге айтарым, олай ешқашанда істемеңіздер, олай ешқашанда айтпаңыздар. Себебі бұл шынымен де даже мен қазір маған пранк жасады, ол шынымен де болып қалуы мүмкін. Ақерке, сен осыны істегенің үшін, айтқаның үшін сабақ алған шығарсың, Достар, шынымен де олай ешқашан айтпаңыздар, даже ойнап та айтуға да болмайды. Ойнап та айтуға болмайды. Қанша жерде ата-аналардың сіздерді игнорить етсе де, ол сіздер үшін осы өмірде сіздер бақытты болсын, мықты болсын деп солай не істеп тұрады. Сондықтан да бізді қолдап кетіңіздер, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Пока. Мына жерін түсірген жоқсың ба? Биттім.